Келесі қарастыратын сабағымыз бұл жасушалық иммунитет, яғни Т лимфоциттер және олардың дифференцировкасы, яғни дамуы, қалыптасуы. Бірінші біз тоқталайық жасушалық иммунитет деген ұғымға. Жасушалық иммунитет бұл Т жүйесі, яғни Т лимфоциттер арқылы жасушалық деңгейде оларға әсер етуі, яғни организмге түскен антигендерге қарсы тұруы. Бұл жүйеге бізде жатады тимус, Т тәуелді аймақтар, Т лимфоциттердің субпопуляциясы және цитокиндер. Тимус жалпы организмдағы без, қыртыс және мыйлы қабаттан тұрады. Бұл жерде осы Т лимфоциттердің негізгі дифференцировкасы осы тимуста өтеді. То есть антиген тәуелсіз. Ал Т тәуелді аймақтар бұлар шеткер аймақтар. Бұл жерге Т лимфоциттер барып орналасады және сол жерде олардың екіншілікті дамуы жүзеге асады. Ал Т лимфоциттердің популяциясы бұларына Т хелперлер, киллерлер және олардың реттеушісі, супрессорлар, одан бөлек НК жасушалары, бұлардың барлығы осы Т лимфоциттердің субпопуляциясы болып табылады, яғни олардың түрлері. Ал цитокиндер осы Т лимфоциттер бөлетін медиаторлар, яғни бөлінетін заттары, интерлейкиндер, интерферондар, бұлардың барлығы цитокин болып табылады. Ал цитокин дейтініміз жалпы адамдар бір-бірімен сөйлесу үшін олар сөздерді қолданады, ауыз арқылы сөйлеседі. Ал жасушалар бір-бірімен сөйлесу үшін арнайы медиаторлар немесе цитокиндерді қолданады. Бұл олардың сөйлесу тілі, яғни белгілі бір цитокинді бөледі, и сол цитокин барып сен мынандай қызмет атқару керексің дегендей сигнал береді. Яғни олардың құралығы бір-бірімен байланысатын құралдары. Вот осының барлығы, бір бөлінетін заттардың барлығы бұлар Т жүйесіне, яғни жасушалық иммунитетті құрайды, Т жүйесіне жатады. Енді негізгі қызметі, жасушалық иммунитеттің негізгі қызметі қандай? Бағанағы айтқандай жасушалық түрде иммунды жауапты тудыру. Бұл дегеніміз организмге қандай да бір вирус түссін, вирус немесе ісік жасушалары болсын, барлығы жасушалық деңгейде, немесе арнайы бір өндіріліп кеткен, өндірілу кезінде қате кеткен белоктар болуы мүмкін. Вот соларға бізде қарсы жауапты тудырады осы жасушалық иммунитет. Оларды таниды, жояды, бейтараптайды, есте сақтап қалады деген сияқты жұмыстарды атқарады. Келесі антигенді тануда жасушалы және гуморальды иммунитетті дамытуда қалыптасады, яғни дамытады. Жасушалы иммунитет дегеніміз бұл өзі міне Т жүйе арқылы қалыптасады, яғни бағанағы айтқан хелпер, киллерлер бөлінеді, солар жояды. Гуморальды жүйе дегеніміз осы Т хелперлердің субпопуляциясы дедік, Т лимфоциттердің, солардың ішінде Т хелпер бар. Бұл Т хелперлер бізде активтейді Б лимфоциттерді. Б лимфоциттерді активтейді. Ал Б лимфоцит бізде гуморальды жүйені қалыптастырады. Осылай олар бір-бірімен тікелей байланысты отырады. Келесі бізде иммунологиялық төзімділік. Иммунологиялық төзімділік деген бұл организмнің иммунитеті өзінің жасушаларына атака жасамауы, немесе ешқандай иммундық жауапты туындатпауы. Бұл иммунологиялық төзімділік. Осыған бізде Т лимфоциттер қатысады. Себебі оларда организмдағы жасушалар туралы ақпараттар болады және сол жүйе арқылы олар организмнің өзіне шабуыл жасамайды. Бұл бізде жасушалық иммунитеттің құрылысы және оның қызметі деген сияқты. Ал енді бізде негізгі бөлік Т лимфоциттердің дифференцировкасы. Дифференцировка деген олардың дамуы, жетілуі. Олар қай жерде жетіледі, қандай түрде жетіледі. Бізде екі жол бар Т лимфоциттердің дифференцировкасында: антиген тәуелсіз және антиген тәуелді. Айтып тұрғандай, антиген тәуелсіз бұған антиген қажет емес, ал соответственно екіншісі бұған антиген қажет. Бірінші жолдан бастайық. Антиген тәуелсіз дифференцировка. Жалпы бізде лимфоциттерді айтқан кезде олардың барлығы тимуста түзіледі, то есть сүйек кемігінде түзіледі. Түзілген сүйек кемігінде олар изошар күйінде болады. Изошар Т лимфоциттер күйінде болады. Енді бұл изошар күйінде сүйек кемігінен бізде қайқа олар тимусқа тасымалданады. Сондықтан да оларды Т лимфоциттер деп айтады. Себебі жаңа тимустың атауымен байланыстырады. Бізде тимустың өзі екі бөліктен тұрады. Сыртқы жаңағы қыртысты бөлігі және ішкі мыйлы бөлігі. Ең үлкен бөлігін осы мыйлы бөлігі алып жатыр. Енді бұлар қан арқылы осы тимустың сыртқы қыртысты аймағына келіп шоғырланып, қыртыс асты аймағына.
қыртысасты аймағына келіп шоғырланады. Бұл шоғырлануын шақыратын бізде тимустан бөлінетін хемокиндер. Бұл хемокиндер сүйек кемігінен тимусқа қарай тартады ізашар Т лимфоциттерді. Ізашар Т лимфоциттер келіп осы жерге орналасады. Осы жерге орналасу барысында бұлар енді дамиды, то есть толық жетіледі. То есть келді бізде ізашар Т лимфоциттер қан арқылы, ол тимустың осы қыртысасты аймағына орналасқан кезде олар өтеді бізде жетілмеген Т лимфоциттерге. Енді бұл жерде әрі қарай толық жетілу жүзеге асады. Олар бізде мысалы әскери жүйе бар ғой, басында солдат болып барады, сосын сержант, лейтенант деген сияқты әртүрлі званиялармен көтеріледі. Майор, подполковник, полковник деген сияқты соңында генералмен аяқталады. Сол сияқты бұлар да әрбір сатыда өздері жаңаланып отырады. Ол жаңалану, яғни жетілу дәрежесін бізде СД маркерлары анықтап беріп отырады. Мысалы, Т лимфоциттерде, ізашар Т лимфоциттерде СД44 маркері болады сыртында. Мысалы, мына жерде бір жасуша келе жатыр, мынау жасуша. Бұл бағанағы ізашар Т лимфоциті, бұның сыртында бізде СД44 маркері бар. Осы маркер арқылы, сыртында белгіленген маркер арқылы, бұл мына жерде тұрған тимустық аймақтан өте алады. Біріншіден жаңағы тимустық тосқауылдан өтіп, оның қыртысты аймағына келіп шоғырлана алады. Оның сыртындағы осындай саралану маркері бар. Осы маркеріне байланысты ол осы қыртысты аймаққа келіп орналаса алды. Бұл орналасқаннан кейін қыртысты қабатта барлық Т лимфоциттерге жалпы болған маркер СД2 болып ол өзгереді. Яғни түрін өзгертеді. Сол жерде СД2 болған кезде олар бізде жетілмеген Т лимфоцит деп айтылады. Ол міне осы қыртысты аймаққа келіп орналасқаннан кейін. Енді орналасқаннан кейін СД2-ге айналды. Бұл жалпы маркер болып танылды. Одан бөлек бізде СД3 бұл да жалпы маркер деп аталады. Бірақ бұның қызметі кішкене бөлекше. Бұл бізде осындай антиген байланыстырушы рецепторы бар ғой. Осы рецептормен антиген келіп байланысқан кезде осы ақпаратты бірден цитоплазмаға жеткізіп беру қызметін атқарады. Бұл СД3 маркер. Бұл да барлық лимфоциттерде орналасады. Просто бұлардың қызметі жаңағы цитоплазмаға қарай ақпаратты жеткізіп, тез өткізіп беру. Соны қамтамасыз етеді. Одан бөлек бұлар даму барысында жалпы Т жасушалық рецепторлары қалыптасады. Мына жерден дамып жатыр ғой. СД сыртында СД2 маркері болды, түзілді, одан кейін СД3 маркері түзілді, дайын, олардың сыртында рецепторлары бар. Олар жаңа антигенмен байланысқанда бірден цитоплазмаға хабар бере алады, сол жерден лимфокиндер бөлінеді. Жаңағы интерлейкин 1, 2 деген заттар, 12 дейтіндер сол жерден бөлінеді. Енді тағы бір байланыстырушы ерекше Т жасушалы рецепторлары бар. Жалпы осы Т жасушалы рецептор бұл бізде екі түрде болады. Альфа-беталық тізбек және гамма-дельталық тізбек болады. Альфа-беталық тізбек бұл көбінесе 95% алады, осы киллерлер мен хелперлерге тән. Ал гамма және дельталық тізбегі болса, бұл бізде көбінесе тіндерде орналасады. Бұл жүйе арқылы біз олардың келесі субпопуляциясын айтқан кезде толық қайтадан бір тоқталамыз. Бұл кішігірім түзілуі. Осы тимоциттердің қасында бұлар түзіледі, осындай Т жасушалы рецепторлары. Примерно айтып отқаным ғой, екі бөлігі бар, альфа-беталық және гамма-дельталық деген сияқты. Одан бөлек, бұлар жетілу барысында тағы бір олардың саралану ең соңғы дәрежелері СД4 және СД8-дік маркерлер. СД4 маркер бұлар хелпер екенін көрсетеді, ал СД8-дік маркер бұлар олардың киллер екенін көрсетіп береді. Енді қайтадан мына жерге оралайық. Бізде қыртысты аймаққа келіп орналасты. Міне, жасушаларымыз қыртысты аймаққа келіп орналасты. Сөйтіп бұлар ізашардан жетілмеген Т лимфоцитке өтті. СД44 маркерінен СД2 маркері синтезделді. Әрі қарай СД3, СД4 деп синтезделіп жатыр. Дәл осы синтезделіп олардың түрлері өзгеру барысында тимустан бөлінетін тимопоэтиндер және интерлейкин 3, интерлейкин 7 бұл тұрған жасушалардың қыртысты аймағында тұрған жасушаларды әрі қарай мыйлы қабатқа, терең қабатына қарай өткізіп бастайды, ішке қарай кіргізіп бастайды. Ал бұл жерде олардың
жаңағы оң және терістік селекциясы жүзеге асады. Оң және терістік селекциясы қалыптасады. Енді мына схемаға толық қарайық. Мынау бізде тимустық жасушалар. Бұл тимустық жасушалардан бізде тимазин гормоны бөлінеді. Енді мынау бізде келіп отырған жаңағы айтқан Т лимфоциттеріміз. Олардың сыртында бізде CD4 маркері және CD8 маркер, жетілген маркер болады. Бірақ соңында бұлардың біреу ғана қалу керек. Және олардың сыртында ТЖР рецепторлары орналасқан. Бұл рецепторлар қарап тұрсаңдар екі жерде екі түрлі. Бұл ТЖ рецептордың өзі ерекше құрылымға ие болғандықтан бұлар организмде жаңағы антигендермен байланысуы мүмкін. Осы байланысу кезінде толық жойылуы мүмкін, немесе сақталуы мүмкін. Оны мына жерде толық қарастыратын боламыз. Енді міне тимациттерден бізде тимазин бөлінді, олардың селекциясы қалыптасты. Бұлар әрі қарай бағанағы ішкі милы қабатқа қарай өтеді да, олардың бірінші оң селекциясы қалыптасады. Бұл дегеніміз CD4 маркері өзіне сәйкесінше MHC2 жүйесімен танылу керек, ал CD8 маркері өзіне сәйкесінше MHC1 жүйесімен танылу керек. Дәл осы екі жүйе арқылы танылғанында ғана олар келесі этапқа өтеді. Егер танылмаса, онда бірден апоптозға ұшырайды. Бұл тимациттерде бізде осы екі жүйе бар. MHC жүйесі. Бұл MHC жүйесі дейтін бұл организм жасушаларының паспорты, негізгі паспорттық қызметін атқарады и жасушаларды таныстырып беріп отырады. Келесі этапқа өткен жасушалар, мына түсінікті болды ғой, MHC жүйелері бірдей келетін болса, келесі этапқа өтеді, болмаса олар апоптозға ұшырайды. Келесі бұлар бағанағы ТЖР рецепторына байланысты, Т жасушалық рецепторына. Біздің организмімізді өзіміздің жаңағы нелеріміз болады, ыдыраған жасушалар. Жасушалар постоянно неде болады, айналымда болады, яғни түзіледі, өледі, олардың ішінде белоктар шығады, олар қан айналымында жүреді. Сол қан айналымы арқылы тимусқа келеді, осы тимациттер арқылы олар MHC жүйесімен танылып, сыртқа көрсетіліп тұрады. Дәл осы жерде, егер мына Т жасушалы рецептор келіп антиген, осы жерде таныстырылып тұрған антигендермен байланысатын болса, онда организм туралы онда ақпарат болады. Бұл деген аутоиммундық аурулар туындатуы мүмкін. Сондықтан, егер екеуі бірге танылып қалатын жағдай болса, ол бірден апоптозға ұшырайды. Бұл бізде теріс селекцияны қалыптастырады. Ал егер танылмаса, ешқандай сай келмесе, онда бізде ол тағы да келесі этапқа өтеді. Келесі этап бізде MHC жүйесіне толық байланысты. Егер MHC жүйесі бірмен экспрессия жасалынатын болса, онда MHC2 жүйесі тоқталады. Яғни бізде киллерлер түзіледі деген сөз. Ал MHC2 жүйесімен экспрессия жасалынатын болса, онда MHC1 жүйесі тоқталады да бізде Т-хелперлер қалыптасады деген сөз. Бұл бізде антиген тәуелді емес дифференцировка, дамуы. Бұл жерде бізге ешқандай антиген керек емес, барлық жүйе сүйек кемігімен бізде тимуста өтеді. Енді келесі бізде антиген тәуелді дифференцировка. Бұл бізде жаңағы тимуста түзілген антигендеріміз, то есть Т лимфоциттеріміз шеткері тіндерге қарай шығады. Яғни антигендермен барып тікелей байланысады. Бұл дегеніміз жаңағы армияда солдаттар дайындайды, сосын соғысқа жібереді ғой. Дайындау, армияда дайындалу процесі міне мынау. Осының барлығы армияда дайындалады. Ал енді олар тікелей полигонға шығып соғысады, олар бізде шеткері жүйелерде, яғни лимфа түйіндерінде және көкбауырда осы шеткелі ағзаларда орналасу арқылы жүзеге асырады. Енді тимустан шыққан бізде Т лимфоциттер келді, лимфа түйіндеріне келіп шоғырланды. Жаңағы бетке немесе жақын маңда және шеткері маңда орналасқан лимфа түйіндеріне барып жетті. Немесе көкбауырдың ақ пульпасына барып орналасты. Дәл осы жерде олар антиген тәуелді дифференцировкаға ұшырайды. Сол ұшыраудың бізде негізгі 4 кезеңі бар.
Ол бізде бірінші антиген таныстырушы жасушалар көмегімен антигенді таниды, организмға келіп жатқан, түсіп жатқан антигенді таниды. Екіншісі толық түрде жетіледі. Толық түрде жетілу деген бағана субпопуляциялары. Ол киллерге айналады, немесе ол хелперге айналады. И солай олар толық түрде антигенге қарсы серпіліс туындатады. Соларға қарсы жұмыс жасай алады. Келесі антигенді бейтараптау және оларды жою қызметін атқарады. Толық жояды. Соңында барып олар Т зерде жасушалары қалыптасады. Яғни Т жасушалық есте сақтау жасушалары толық сол жерде қалыптасады. Келесі рет сол иммунитет, сол антиген түскен кезде соған қарсы бірден бізге жаңағы иммундық жасушалық түрде иммунитет қалыптасып белсеніп отырады. Енді бізде екі жүйе бар. Кішкене алдыңғы сабақтарда айтқанбыз, тағы бір тоқталып өтейік. MHC1 жүйесі бар және MHC2 жүйесі бар. Енді мынау Т лимфоциттер шеткерге келгеннен кейін олар қалай жұмыс жасайды деген әңгіме ғой бұл жерде. Олар екі түрлі жаңағы гистосәйкестік жүйесімен жұмыс жасайды. MHC1 және 2. MHC1 бұл жасушаның ішінде түзілген нетобиологтар болсын, ісіктік жасушалар болсын және пеноцитоз арқылы сорылған жасушаларды сыртына шығарып беріп тұрады. И бұлармен бірден бізде CD8 киллерлер қалыптасып, соларға қарсы иммундық жүйені қалыптастырып отырады. Ал MHC2 жүйесі бұл фагоцитоз арқылы жойылады бактериялар, и олар осы жерде ыдырайды. Ыдырағаннан кейін MHC2 жүйесімен сыртқа танылып отырады. Осы танылу барысында олар жаңағы CD4 яғни Т хелперлермен таныстырылып беріп отырылады. Енді толық схемаға қарастырсақ, міне мынау бізде MHC1 жүйесі арқылы бізде берілді. То есть антиген келіп тұр, CD8 арқылы бізде Т киллерлеріміз келді, байланысты, активтенді, және мына жасуша бізде толық апоптозға ұшыратады, немесе некроздық жолмен толық жойып жібереді. Ал екінші жолы бұл Т хелперлік жолмен жасушаны жұтады, оны ыдыратады. Ыдыратқаннан кейін MHC2 жүйесімен таныстырылады. Бұл шыққан MHC жүйесі Т жасушалы рецептормен байланысады да бірінші реттік сигналды қалыптастырады. Бірінші реттік сигнал. Екінші реттік сигналды B7 корецепторы арқылы CD28 лигандасымен байланысады да, и осы жерден алады. Бұлар алу барысында екі түрлі активтену күйіне өтеді. Дәл осында екі реттік сигнал келеді, олар активтенеді. Активтенген кезде Т хелпер 1-ге, Т хелпер 2-ге активтенеді. Т хелпер 1-ге активтенсе, олар антиген презентациялаушы жасушалар арқылы қайтадан активтене отырып, Т киллерлерді іске қосады. И солай жасушаны толық жойып жібереді. Ал Т хелпер 2 активтенетін болса, онда бұлар Б лимфоциттерді толық түрде активтейді. Әрі қарай Б лимфоциттер олар бізде бөлінеді есте сақтау жасушаларына және плазмоциттерге. Осыған бізде Т хелпер 2 әсер етеді. Әсер ету барысында интерлейкин 2-ні бөліп отырады. Бұның барлығын алдыңғы өтіп кеткен сабақтарда қарастырған біз, қайталап шығып бір көріп алуға сол жерден болады. Енді бізге тоқталатын негізгі ключевой моменттер бар. Организмға вирус түскен кезінде Т хелперлер 10.000 есе артады. Ал Т киллерлер 50.000 есе артады. 50.000 есе. Бұл бізде анау жаңа айтылған лимфа түйіндерінде болғандықтан лимфа түйіндерінің ісінуі, лимфоаденопатиялар дамиды. Лимфа түйіндерінің қабыну кезінде, то есть андай вирус аурулар кезінде ісінуін біз осылай түсіндіреміз. Бұл жерде олар өте көбейіп кетеді, и соның нәтижесінде олар бізде ісініп көрініс беріп тұрады. Енді бұның барлығы активті күйде болып жатыр. Мынау Т жасушалар активтеніп жатыр. Киллерлер, хелперлер. Енді оларды тежеу керек. Бізде тежеу CTLA4 деген рецептор бар. Бұл бізде бағанағыдай келіп отырған B7 корецептормен бірдей байланысады. Байланысу барысында бүкіл процесті тежейді. Мына жерге қарайық. B27 мен CD28 екеуі қосылды, активтенді. Мынау процестің барлығы болды. Т хелпер 1 түзілді, хелпер 2 түзілді деген сияқты. Ал дәл осы B7 мен бізде көрсетілген рецепторымыз қосылған кезде бұл жүйенің барлығы тежеледі. Тағы бір тежейтін жүйе бар, бұл
PD1 лиганда деген рецептор бар. Осы рецептор арқылы бұл жүйе толық тежелінеді. Яғни бұл жүйедегі клондар тежеледі. Клон дегеніміз осы байланысу арқылы олар активтенгенде түзілді. Т-хелпер 1-ге түзілді, Т-хелпер 2-ге түзілді. Осылар тежеледі бізде, клондар азаяды. Тек бізде Т-зерде жасшалары ғана қалады. Бұл Т-зерде жасшалары хелперлік деңгейде болады, және олардың сақталып қалу үшін интерлейкин 7 қажет болады. Оларды организмде ұзақ сақтап қалу үшін. Солардың мысалы ретінде қызылшаны алатын болсақ, қызылшаға қарсы, яғни қызылшаға қарсы бізде вакцина салынады туған кезде, және сол вакцина салынғаннан кейін ол бізде 30 жыл иммунитетті қалыптастырып береді. Яғни Т-зерде жасшалар дегеніміз осы. Жалпы осымен сабақ толық аяқталды. 2 жүйені қарастырдық біз. Антиген тәуелді дифференцировка және антиген тәуелсіз дифференцировка. Келесі сабағымыз бізде Т лимфоциттердің субпопуляциясы болады.